Балалар, мен сендермен бүгін қызықты тәжірибе жасағым келіп тұр. Көргілерің келеді ме? Иә. Мынау менің қолымдағы магнит деген зат. Бұл заттың бойында заряды бар балалар. Бұл затпен темір заттарды тартып алуға болады. Көреміз бе? Иә. Мен қараңдаршы. Не істеп жатыр? Тартып жатыр. Нені тартып жатыр? Темірлерді. Темірлерді тартып жатыр. Мынау не? Қағаздарын төлеуіш. Қағаз. Қағаз Қағаз қыстыратын. төлеуіш. Бұлар не үшін тартты деп ойлайсыңдар? Өйткені бұлар неден жасалған? Темірден. Темірден жасалған. Ал балалар моншақты тартты ма? Жоқ. Түймені тартты ма? Жоқ. Резинкені тартты ма? Жоқ. Жоқ. Өйткені олардың бойында темір жоқ екен, е? Балалар, сендермен қызықты тәжірибе жасап, магниттің күшін көрейік. Магниттің күші балалар бойында заряды болғандықтан денеден де, қағаздан да, топырақтан да, шыныдан да өтіп кетеді екен. Осыны бірге көрейік. Айсұлтан, мынау топырақ. Топырақтың астында темір заттар жасырынған. Осыны алып көрші. Ой, жарайсың. Тағы да бар ма көрші? Бәсе, мінекей. Мінекей, Айсұлтан не істедік біз? Топырақтың астындағы темірлерді алдық. Мінекей. Топырақ балалар магнитке кедергі жасамайды. Магниттің күші қайда жетеді екен? Топырақтың астына да жетеді. Астындағы темірлерді алуға да жетеді екен, е? Иә. Ал балалар, мынау шыныбыз. Осы шыны ыдыстың ішінде не тұр? Су бар. Судың астында темір тұр. дұрыс. Осы судың астындағы темірді қолымызды суға малмай, әне, алайық. Жарайсың, Әлихан. Әлихан, сен темірлерді ненің көмегімен алдың? Магниттің көмегімен алдық. Магнитті біз суға батырдық па? Жоқ, батырған жоқпыз. Сыртынан тақап алдық. Нені сыртынан тақалдың? Мынау қандай әдіс? Шыны ыдыстың сыртынан тақап алдым. Жарайсың, мінекей. Балалар, демек магниттің күші шыныдан да өтіп кетеді екен, е? Иә. Шыныдан да өтіп кетеді екен. Ал енді балалар, мына жерде мынау не? Қарлығаш аспанда ұшып жүр екен. Ал мынау көбелекті бірінші біз көбелекті саргүлге апарып, сосын қызғылт саргүлге апарып көрейік. Қағаздан өте ме екен, өтпей ме екен, тәжірибе жасайық. Сарыға қарай қондыр. Жарайсың. Енді қызғылт сарыға қарай қондырамын жылжыту арқылы. Ой, жарайсың. Мінекей балалар. Біз көбелекті ненің көмегімен апардық? Магниттің көмегімен жылжыттық, е? Ал енді, мынау не балалар? Қарлығаш қайда ұшады? Аспанда ұшады екен. Енді осыны мінекей магниттің көмегімен аспанға ұшырамын. Магнитті ұстай балалар. Былай көрсетейік, көрсетіп отырар балаларға да. Бұлтқа қарай. Бұлттардың арасымен мінекей қарлығаш бұлттардың арасымен жылжыды, е? Иә. Немен жылжыттың балалар? Магниттің күші қағаздан өте ме екен? Иә. Өтіп кетеді екен. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, біз магнит туралы білдік пе? Иә. Магнит дегеніміз не екен сонда? Бойында заряды бар зат екен, е? Балалар, магнитті ауызға салуға болмайды. Үйде бір нәрсе жоғалып кетіп қалса, кішкене түйреуіш. Оны магнитпен алуға болады. Қалай тауып аламыз? Магнитті сен қане мынаны жасап көрмеші. Мына жерде жасырынып жатқан деп айтайық. Түйменде жатыр магниттің бойы. Жарайсың. Ой, жарайсың. Мінекей балалар, егерде үйде түсіп қалған ине болса, түйреуіш болса, оны ненің көмегімен алады екенбіз? Магниттің көмегімен алады екенбіз. Бүгінгі тәжірибеміз ұнады ма балалар? Иә.
Қане ұнаса қолыңызбен